Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен ешқандай духовканы қажет етпейтін бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге алма, жұмыртқа, ұн, қамыр қопсытқыш, қант, сұйық май, қаймақ, сары май және ванилин керек болады. Табамызға сұйық майды құйып, оның үстіне қантты сеуіп, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Оның үстіне жұмыртқаны салып, тағы да араластыратын боламыз. Енді ванилинді саламыз, араластырамыз. Қаймақты салып, жақсылап араластырамыз. Ұн мен қамыр қопсытқышты алдын ала електен өткізіп дайындап алыңыздар. Біртіндеп қосып, осы салмамызды жақсылап араластырамыз. Алманың қабығын аршып, ортасынан бөліп, турайтын боламыз. Ортасындағы сүйегін алып тастаңыздар. Формамызға сары майды жағып алыңыздар. Пирог жабысып қалмауы керек. Формамыздың үстіне алмаларды тіземіз. Енді жаңағы салмамызды үстіне құйып, үстін тегістейміз. Табамызды 10 минутқа бетін жауып, қыздырып аламыз баяу отта. Осы форманы соның ішіне салып, бетін жауып, баяу отта 20-25 минут пісіріп аламыз. Енді табамыздың үстіне пергамент қағазын жайып, пирогымызды аударып, тағы 10-15 минут бетін жауып пісіреміз, баяу отта. Осымен біздің пирогымыз дайын. Бетіне сахарная пудраны сеуіп әрлесеңіздер болады. Бәліш өте дәмді, ерекше болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жібек, назарларыңызға рахмет.